Қайырлы кеш, құрметті көрермен, сіздермен бірге Ел дауысы арнасы және мен Рахат Қосай. Бүгін біз ескі Қазақстанның кейіпкері Айгүл Нұриева туралы әңгімелейміз. Бұл кісінің Назарбаевқа қандай қатысы бар және кланның мүшесі деп қалай ғана аталып кетті? Мәсімовтің адамы деген мәлімет қайдан шықты? Одан басқа ұрланған байлықты қайтармау үшін шетелге қашқандар қандай схемалар пайдаланатынын айтып береміз. Менің әріптесім Мирас Нұрмұхамедовтың сіздер үшін дайындаған зерттеулері мен тың деректерін ұсынамыз. Бастайық. Айгүл Нұриеваның әкесі Қазақ КСР кезіндегі жоғарғы оқу орындарында танымал оқытушы, ал тәуелсіз Қазақстанда академик атанған Нұриев Марат Алмасұлы. 1996 жылы Марат Алмасұлы президент әкімшілігінде жауапты қызметтерді атқарды. Қауіпсіздік кеңесінің хатшылығын басқарды. Яғни ол кезде референдум арқылы билігін нығайтып, басқарудың әдісін құрып үлгерген тұңғыш президентке жақын адам болды. Өмірбаяндағы назар аударуға тұрарлық тағы бір жайт оның туған жері Алматы облысы Қаскелең ауданы Шамалған ауылы. Бірақ ол бұл ауылдың атақты тумасынан 1-2 жас үлкендігі бар және мектепті де көрші Ұзынағаш ауылында бітірген. Дегенмен миллиардерлер саны бойынша Қазақстан рекордтар кітабына енгізуге болатын рудың өкілі. Әкесі жақсы қызметтерде отырған тұста оның қызы Айгүл Нұриева Кәрім Мәсімовтің жанынан табылғаны кездейсоқтық емес. Марат Алмасұлының өзге балалары мен жақындарына қарасаңыз, олардың барлығы да мықты кәсіпкер, табысты инвестор және талантты мемлекеттік қызметкер екенін байқайсыз. Олардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталуға болады. Мәселен, Нұриеваның бірінші күйеуі Әділ Тұрсынов, табысты дипломат. Нұрсұлтан Әбішұлының президенттігі кезінде ол негізінен өз мамандығы бойынша жұмыс істеген. Соның бірі 2004-2008 жылдар аралығында Қазақстанның Сингапурдағы уақытша сенімді өкілі болды. Назарбаев әкімшілігінің сыртқы саясат орталығында басқарды. Ақордаға Тоқаев келгеннен кейін Тұрсынов тұңғыш президент кеңсесіне ауысып, кеңесші әрі ақпараттық талдау бөлімінің меңгерушісі болды. Яғни қос билік кезеңінде мемлекет басшысының идеологиясына жауап берді. Қаңтардан кейін ол кенеттен сыртқы істер министрінің орынбасары, ал 2023 жылдың қаңтарынан бастап Норвегияға елші болып жіберіледі. Нұриева Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Кулибаевпен бірге айтылатын Мирболат Абуовтың да әйелі болған. Әлнұр Абуов деген адам Қазақтелекомның есебінде беделді әрі лауазымды тұлғаның ұлы деп көрсетілген. Ол уақытта Айгүл Нұриева компанияда 2006 жылдан бері директорлар кеңесінің мүшесі еді. Нұриева мен Абуовтың бұдан өзге де туыстық қаржылық байланыстары бар. Біз оған және Қазақтелекомға да сәл кейінірек тоқталамыз. Ал Мирболат Ғайсинұлы қызметтік жолында қоғамға пайдасын тигізе алмаған спорт саласында да Тимур Асқарұлымен жолыға берді. Айта кету керек, Абуов әлі де Қазақстанның семсерлесу федерациясының президенті қызметінде. Былтыр федерация басшылығы өзіне сын айтқандарды жұмыстан шығарып, ұжым ішінде жайсыз атмосфера орнағаны жайлы хабар тарап, Абуовтың басы дауға қалған. Мирболат Ғайсинұлының кәсібі болса жан-жақты кеңейіп келеді. Оның ішінде тау-кен өнеркәсібі де бар. Мәселен, Қарағанды облысындағы Бапы кен орнында темір рудасын өндірумен айналысатын Бапи майнинг компаниясы бар. Онда Абуов құрылтайшылардың қатарында әрі даму жөніндегі директор лауазымында екен. Біз Абуов мырзамен семсерлесу федерациясы арқылы байланысуға тырыстық, бірақ сұрақтарды естіген федерацияның пиар менеджері Юлия Курбанова оларға жауап беруден бас тартатындарын жеткізді. Әділ Тұрсыновқа қатысты да Қазақстанның Норвегиядағы елшілігіне сауал жолдадық. Әзірге жауап келмеді. Кейіпкеріміздің тағы бір күйеуі танымал кәсіпкер Ғафур Исханмен де байланысу мүмкін болмады. Ол коммерциядағы мансабын 90-шы жылдардың басында бірден басшылық қызметтерден бастаған. Аз уақыт Кегоктың коммерциялық директор қызметінде де болды. Оған дейін Транко атты логистикалық компанияны құрып басқарды. 2000-ші жылдардың басында Исхан бір уақытта бірнеше қызметтерді қатар алып жүрген кездерде болған. Мәселен, Степногорск подшипник зауыты мен Теңгиз Трансгазда басшылық қызметте болды. Бұған қоса Қазақстан Біріккен Араб Әмірлігі іскерлік кеңесінің тең төрағасы бола отырып, Қазақстанның сауда өнеркәсіп палатасының вице-президенті қызметінде жүрді. Ол кезде осы палатада Қайрат Қожамжаровтың әйелі Салтанат Аханова басшылық қызметте отырған. Аханова сол кезде Араб Әмірлігінен әдемі үй сатып алғаны да белгілі. Мұның барлығы сәйкестік пе? Әбден мүмкін. Ғафур Исхан Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында және кедендік бақылау төрағасы жанындағы консультативтік кеңесте де жақсы қызметтер атқарды. Бұл кезде Қазақстан кедендік одаққа кіріп жатқан. Транко компаниясына келсе, қазір оның жағдайы жақсы, табысын арттырып, қтж Қазақмыс сияқты ірі жеке және ұлттық компаниялармен қоян қолтық жұмыс істеп жатыр.
Тағы бір жайт, Ғафур Исханның Гаухар Исханова есімді қарындасы бар. Ол өткен жылдың соңында ArcelorMittal Теміртауды сатып алып, оны қайта кармет еткен Андрей Лаврентьевке тұрмысқа шыққан. Өткен аптада Лаврентьев президенттің Қарағанды облысына сапары кезінде Тоқаевқа жол көрсетуші болған. Естеріңізде болса, былтыр үкіметтің айтқан отандық инвестор деген осы Нуриевтер кланы болуы мүмкін деген қауесет тараған. Қарап отырсаңыз, оның да жаны бар секілді. Әрі қарай кеттік. Айгүл Нұриеваның ағасы марқұм Қанат Мұратұлы Нұриев өмірден ерте кеткенімен көзі тірісінде кеден комитеті мен индустрия министрлігінде түрлі қызметтер істеген. Астананың арнайы экономикалық аймағын басқарып, сол кездегі елорда әкімі Өмірзақ Шөкеевтің кеңесшісі болды. Қазір оның ұлы 35 жастағы Нұрахмет Нұриев те жақсы қызметте жүр. 2022 жылы ол Қазақмыс корпорациясын 16 жыл басқарған Эдуард Огайдың орнына келіп басқарма төрағасы болды. Ұлыбританияда жоғары білім алғаннан кейін Нұрахмет елге оралып, негізінен Тимур Құлыбаевтың энергетикалық холдингіне қарайтын түрлі компанияларда топ менеджер болып істеді. Айта кету керек, Қазақмысқа ол 2020 жылы келген. Басшылыққа келерге дейін корпорация флагмандарының бірі бюджетке ондаған миллиард теңге салық төлеп келген Қазақмыс Smelting жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры қызметін атқарды. Өткен жылы танымал шахматшы Жансая Әбдімәлікпен отау құрды. Не дейміз? Жастар бақытты болсын. Нұрахметтің анасы Сәуле Сағдиева Қазақ КСР-ның кезіндегі партия жетекшісі Мақтай Сағдиевтің қызы. Ол 80-ші жылдардың аяғында республиканың жоғарғы кеңесінің төрағасы болған және өз отырған парламент спикерінің орнын сол кездегі президент Нұрсұлтан Назарбаевқа беру туралы бастама көтерген. Мақтай Рамазанұлы тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында президент жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреспен мемлекеттік қызметшілердің этикасы жөніндегі комиссия төрағасының орынбасары қызметін атқарды. Кезінде мұндай да комиссия болған. Сәуле Мақтайқызының да үлкен отбасылық бизнеске қатысы бар. Соңғы уақытқа дейін оның есімі бірқатар компаниялардың, соның ішінде Car City акционерлік қоғамы және Group NAX 8 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшыларының қатарында болған. Олардың біріншісі Алматыдағы автокөлік бөлшектерін сататын ірі сауда орны. Оның құрылтайшыларының ішінде Қанат пен Нұрахмет Нұриевтер, Сәуле Сағдиеваның әпкесі Раушан, сондай-ақ жеке компаниясы бар. Өз кезегінде бұл компанияның құрылтайшылары Құлыбаевтың әйгілі Кипрос компаниясы мен оның ұлы Асқар Алтай Темірұлы, ал оған дейін бұл тізімде жоғары атаған Раушан Мақтайқызы Сағдиева мен Динара Нұрсұлтанқызы Құлыбаевта болған. Айтпақшы, Раушан Сағдиеваның есімі бірінші президенттің екінші күйеу баласы мен оның бизнес серіктестеріне тиесілі компаниялардың көпшілігінің құрылтай құжаттарында аталады. Forbes тізімінде былтыр 47-ші, ал биыл 71-ші орынға түскен Сағдиеваның активтері қазір небәрі 74 миллион долларға бағаланған екен. Айгүл Нұриеваның Сәуле Құнанбаева деген әпкесі бар. Ол да бірнеше компанияның, соның ішінде 2022 жылғы қаңтар оқиғасынан кейін жабылып қалған Дала Тоур туристік агенттігінің негізін қалаушы. Оның күйеуі, яғни Айгүл Нұриеваның жездесі де жай адам емес, Дәурен Құнанбаев, Әшірбек Құнанбаевтың ұлы. Дәурен Әшірбекұлы кейбір жылдарда Ресей Федерациясының кедендік бақылау агенттігі төрағасының орынбасары, Ресейдің мемлекеттік кеден комитетінде Қазақстанның өкілі болды. Тіпті Қазақстан Республикасы мәдениет, ақпарат және спорт министрлігінде аппарат басшысы да болған. Бірақ 2014 жылдан ядролық салаға кетіп, Қазатом өнеркәсіптің еншілес компанияларын, соның ішінде атышулы Бетпақ Дала жауапкершілігі шектеулі серіктестігін басқарды. Ұлттық компанияда топ менеджер болды, ал 2020 жылдың ақпанынан бастап Волков геология акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы болды. Біз сіздерге Нұриеваның кланы жайлы көзге түскен жайттарды, оның негізгі субъектілерін ғана атадық. Бірақ ол классикалық клан ба, соған ұқсас топ па? Бұл сұрақты Қазақстан оппозициясының шетелдегі бюросының жетекшісі Серік Медетбековке қойған едік. Оның жауабы мынадай болды. По большому счету, определение коррупционного клана не является юридическим. И очень сложно сказать, клан ли это, да? То есть мы обычно привыкли оперировать словами ОПГ, да? Но в данном случае я считаю, что это наиболее корректная формулировка, да? То есть это организованная преступная группировка, в зависимости от того, к кому мы обращаем взор, это Назарбаевское окружение, да? И в том числе окружение Айгуль Нуриевой, потому что Айгуль Нуриева, вы знаете, да, то есть она является родственницей Назарбаева.
На самом деле Айгуль Нуриева, она, собственно говоря, ближе и роднее Назарбаева, да, чем Либаева Токалка. Поэтому если она и представляет интересы кого-то в этой группировке, то, скорее всего, только самой себя и, возможно, где-то Назарбаева. Вот. И нужно понимать, что она является хранительницей довольно большого количества активов, она является непосредственным участником а, кражи и вывода этих активов за рубеж. Те десятки имен, которые у вас есть в расследовании, да, они все связаны с нею и между собой многими узами. То есть они связаны между собой родственными узами, там, земляческими, там, должностными, да, деловыми, ну и в том числе сексуальными, скажем так, да. Вопрос об этих отношениях, он всегда станет на повестку дня, возможно, чуть попозже, да, когда старшее поколение начнет уходить из жизни или впадать в маразм, многим молодым красивым ничего не оставят. Тогда они, их дети, адвокаты пойдут к Айгуль Нуриевой, да, чтобы через суд все-таки получить свою долю наследства после Назарбаева. 13 тамызда Айгуль Нуриева 50 жасын атап өтті. Мерейтойын қайда атап өтіп, оған кімдер шақырылғаны белгісіз. Белгілісі, ол Қазақ мемлекеттік басқару академиясын тамамдап, 1995-тен 97 жылдары Мичиган университетінің магистратурасын бітірген. Шетелдік баспасөзде оны қазақстандық банкир деп жиі атайды. Бұған негізде жоқ емес, себебі ол халық банкінде түрлі басшылық қызметтерде жұмыс істеді. Ол сонымен бірге Қазтрансойл, Эйр Астана және Қазмұнайгаз компанияларында топ менеджментінде болды. Бірнеше дереккөз қазір Айгүл Нуриева Лондонда тұратынын тегін Исхан деп ауыстырғанын айтады. 2022 жылдың ақпанында Вестминстер сарайында сөз сөйлеген британдық парламентарий Маргарет Ходж бірқатар қазақстандық олигархтардың есімін атап, оларға қарсы санкция қолдану керек деген. Ең қызығы, солардың арасында Нуриеваның да фамилиясы белгілі болған. Шетелдік баспасөз Нуриева туралы бұған дейін де жазған. Сонау 2008 жылдың шілдесінде The Wall Street Journal президент Назарбаевтың күйеу баласы Рахат Әлиевпен сұхбат жариялады. Онда Рахат Мұхтарұлы Назарбаевтың Қазатомпромға офшорлық компаниялар арқылы иелік ететінін айтып, Айгүл Нуриеваны Мәсімовтың жеке қаржыгер деп атаған. Мәсімов болса, ол кезде премьер-министр еді. Қысқасы, Қазақстаннан белгілі бір компаниялар мен қорлар арқылы шетелге $100 миллион аударылды. Сондай фирмалардың бірі британдық Global Industries Limited компаниясының қаржыгері біздің Айгүл Маратқызы екені айтылады. Wikileaks'тың құпия құжаттары жарияланбағанда, бәлкім бұл ақпаратқа ешкім мән бермес пе еді. Құжаттардың ішінде сол кездегі ақш-тың Қазақстандағы елшісі Ардвейдің есебі жария болып, онда елші өзін Мәсімов шақырғанын айтқан. Сөзінше, Мәсімов өзінің сингапурлық компанияға қазақстандық банкир Айгүл Нуриевамен бірге иелік ететіні, Нуриева Назарбаев отбасының қаржысын басқаратынын айтқан. Мәсімов елшіге өзінің бұл компаниядағы бөлігі құпия ақпарат еместігін айтқан. Шынымен де Кәрім Мәсімов Қытай, Гонконг және Сингапурдағы қаржылық мәселелерге қатысы бар екені тәуелсіз баспасөз бен тәуелді қаржы полициясындағы генералдар үшін құпия емесі рас еді. Осы жерде Нуриеваның күйеулерінің бірі Әділ Тұрсыновтың Сингапурде 4 жыл дипломатиялық қызметте болғанын еске түсірейік. Бұл әрине тағы кездейсоқтық болуы мүмкін. Әзірге біз отбасылық әрі қаржылық байланыстың бар жоғын растап немесе жоққа шығарада алмаймыз. Дегенмен OCCRP халықаралық зерттеуші журналистерімен Власть.kz интернет журналындағы әріптестеріміз әңгіме тұңғыш президенттің қорлары, оның ішінде Жусан банкі, сауда орталықтары мен қонақүйлер сияқты Қазақстандағы миллиардтаған активтерді бақылауда ұстайтын қор жайлы екенін жазған. Айтып өтетін тағы бір жайт. Айгүл Нуриеваның мансабы мен қаржылық өрлеуі елдегі ішкі саяси оқиғалармен тұспа-тұс келуі. Жалпы оның еңбекке араласуы 90-шы жылдардың екінші жартысында сол кездегі жас және онша бай емес тұңғыш президенттің позициясының нығаюымен қатар келген. 2000 жылдың басындағы саяси дағдарыс кезінде 26 жастағы Нуриева ойда жоқта отандық және шетелдік юрисдикцияларда тіркелген бірқатар ірі компаниялардың және сол кездегі офшорлардың иесі болып шыға келді.
Кәрім Мәсімов премьер-министр болып, Рахат Алиев елден қуылып, оппозицияда жаппай тазарту жүргізіліп, жалпы елде тағы да конституциялық төңкеріс орын алған кезде Нуриева Қазкоммерцбанктың 28,8% иегері болды. Шамасы сол кезде Халық банкі Қазкомды шайнамай жұтуға дайындалып жүрген сияқты. Қалай болғанда да бүкіл банк секторын Назарбаевтың тікелей өзі немесе Нуриева сияқты көмекшілері арқылы бақылайтыны тағы да расталды. Айтпақшы, Айгүл Нуриеваға қатысы бар көптеген компаниялар жабылып қалған. Айгүл Маратқызы әлеуметтік желіде көрінбейді. Бір ғана LinkedIn-де жеке парағы бар. Бірақ мұнда да ақпарат көп емес. Тек оқу орны Мичиган университеті, жұмыс орны Amun Capital Advisors директор екені жазылған. Бәлкім, бұл ақпарат батыста солай болуы керек болғасын ғана пайда болған шығар. Себебі ол басқарады делінген компания британдық реестрде шамамен 8 жыл бұрын жойылған. Бірақ интернетте бұдан бөлек біраз ақпарат бар. Мәселен, бірнеше шетелдік веб-сайттарда ол қазақстандық инвестор деп көрсетілген инвесторлардың Aeroleads атты реестрінде Нуриева директор деп көрсетілген компания Қазақстанның үздік инвестициялық компанияларының 30-дығына кіреді. Айта кету керек, Amun Capital Advisors венчурлық инвестициялар және консалтингтік қызметтермен айналысады. Қарапайым тілде венчур инвестиция деген елден ақша шығарудың бір жолы, оны әдетте ешкім тергеп тексермейді де. Әрине, қаржының шығу тегі туралы сұрақтар туындауы мүмкін, бірақ бұл үшін негіз керек. Ал шығарылған қаржының қайда жұмсалатыны инвестор мен ақшаны алатын адамның жеке шаруасы. Әдетте бұл екеуінің ымжымы бір. Мұндай схемалармен біздің көптеген банктер айналысқан. Оның классикалық үлгісі БТА банк басшысы Мұхтар Әблязовтың қызметі. Айтпақшы, кей кезде Мұхтар Әблязов пен Айгүл Маратқызының жолдары тоғысып, арасында кейбір қаржылық түсініспеушілік болғанымен, екеуі де бір схемамен жұмыс істеген. Сонымен венчурлық инвестиция қылмыстық капиталды жылыстату және заңдастыру үшін мафияның жиі қолданатын әдісі. Біздің жағдайда бұл ел экономикасынан алынған, сіз бен бізден ұрланған миллиардтаған долларлар. Осындай механизмдер арқылы ондаған миллиардтар қолды болды. Мәселен, венчур арқылы тауар немесе қызметтерді сатып алу шығындарының бағасын бірнеше рет көтеруге болады. Отандық мемлекеттік сектор мен ұлттық компанияларда бұл үйреншікті жайт. Қарапайым тәжірибе. Бірақ оны істеу үшін мықты негіз керек. Бұл міне Нуриева және оның айналасындағылардың инвестициялары. Олар әрине инвестицияны әдетте Қазақстаннан тыс жерге өздеріне ғана салады. Активтерді шетелге аударудың басқа да механизмдері бар. Бұл туралы Серік Медетбеков айтады. Сейчас эти люди, которых мы называем там ОПГ, клептократы, да, они переоформляют абсолютно все. Они переоформляют, они двигают здесь активы, здесь на Западе, и готовятся к большому отмыванию, скажем так, этих активов для того, чтобы наследники или народ Казахстана уже никаким образом не могли претендовать на эти активы. И похоже, что эти люди вот из окружения Нуриевой, да, из клана Нуриевой или там из ОПГ Нуриевой, да, они сохранят свою собственность за границей, и они не собираются возвращать вот эти миллиарды долларов, да, которые были получены от эксплуатации казахстанской земли там, и ее населения. Осы жерде бізді түрлі жолдармен тонап қана қоймай, біліксіз медицина, сапасыз білім, қираған жол, мардымсыз жалақы сияқты өзекті мәселелермен қалғанымызды айта кету керек. Мұның барлығы клептократия мен бюджеттен ұрланған миллиардтардың салдары екені айтпаса да түсінікті. Біз телекоммуникация саласындағы сыбайлас жемқорлықпен қызмет көрсету сапасы, сондай-ақ осы саланы басып алған Назарбаевтың туыстарының ұрлығы жайлы бұған дейін де айтқанбыз. Нуриева мен Мәсімовті байланыстыратын күмәнді келісімдердің болғаны жайлы ақпаратты 2008 жылы The Wall Street журналға сұхбат берген Рахат Алиев айтқан. Ал 2021 жылы нашар байланыс Қазақстанның телекоммуникация саласындағы сыбайлас жемқорлығы атты көлемді баяндама жарияланғанын табуға болады. 90 беттік құжат елдегі телекоммуникация саласын бір ғана отбасына өтуінің бүкіл дерлік тарихы сипатталған. Онда әрине Айгүл Нуриева, қазір түрмеде отырған Кәрім Мәсімов, активтерді қайтарудан чемпион Қайрат Сатыбалды мен Александр Клебанов сияқты клептократ олигархтардың есімі аталады. Нашар байланыс есебіндегі мына бір мысалға назар аударсақ.
2012 жылы Теле Қазақтелекомнан Кейселдің 49% акциясын 1,5 миллиард долларға сатып алған. Ол кезде компанияның бақылау пакеті Қазақстан үкіметіне тиесілі болғанымен, компанияның 20%-дан астамын жабық компаниялар бақылап отырды. Бірнеше айдан кейін компанияның құны Теле сатып алған бағадан 75%-ға төмендеген. Ал 2018 жылы Теле Кейселдегі өзінің 75% үлесін 446 миллион долларға сатты. Бұл 6 жыл бұрынғы компанияның 49% үшін төлеген сомадан 1 миллиардқа аз. Кей-Эйр тобының зерттеуші журналистері бұл сома сол кезде ұлттық қауіпсіздік комитетін басқарған Кәрім Мәсімовтың қалтасына түсуі мүмкін деген болжам айтады. Вопрос на самом деле не такой. То есть семья не ставила там, вот они не садились в кружочек, да, и не думали о том, что давайте вот мы сделаем ставку на коммуникации, да. То есть воровали ровно там, где это можно было сделать, да, где приходили люди и говорили, давайте вот мы заведем вот этих людей, значит, здесь мы получим откат, здесь вот мы выведем на офшор. То есть на самом деле никто особо не думал и не предполагал, и не выстраивал таких вот громадных стратегических схем, да, как обокрасть Казахстан на 200 миллиардов долларов. Да. Просто тупо воровали. Жалпы Айгүл Нуриева отандық Forbes тізіміне 2012 жылы басылымның біздің миллионерлерімізді енді санай бастаған сәттен бастап кіріп, 7 жыл бойы осы тізімде болды. Оның байлығы транзакциялар қалай және кіммен жасалғанына байланысты өзгеріп отырды. Олигархтар клубына ол 720 миллион доллармен кірді. Ол кезде Нуриева академик Марат Нуриевтің қызы, Бодам директоры, Қазақтелеком акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі, Alnair Capital Holding акционерлік қоғамы басқарушысы директоры және иесі деп көрсетілген. Келесі жылы активтері 780 миллионға дейін өсіп, 2015 жылдың мамырында рекордтық 920 миллионға жетті. Бірақ бұдан кейін Нуриеваның қалтасы қағыла берді. 2016 жылы 675 миллион. 2017 жылы 435, ал 2018-2019 жылы бар болғаны 350 миллион доллар болды. Айтпақшы, бізге жеткен ақпаратқа сәйкес бас прокуратураның қызметкерлері Нуриеваға бір рет барып сөйлескен. Тағы бір дереккөз Қазақстанның Кипр мен тағы да бір елдің азаматы болуы мүмкін Нуриева АМ деген азаматша тергеліп жатқанын айтты. Құзырлы орган Нуриеваны қайдан іздейміз деп басы қатса, Выход к морю арнасындағы әріптестеріміз көмектесуге дайын. Арнада Нуриеваға тіркелген жылжымайтын мүліктер тізімі мен мекен жайы жарияланған. Бұл әрине Қайрат Сатыбалдының қайтарып жатқан активтеріне жете қоймас, дегенмен назар аударуға тұрарлық. Мәселен, Выход к морю арнасының ақпаратына сәйкес Айгүл Маратқызы шынымен де Лондонда тұрады. Тегі Исхан. Оның атында кемі 2 пәтер тіркелген. Біріншісі 2007 жылдың жазында 5,6 миллион фунт стерлингке сатып алынған. Қазір шамамен 14 миллион фунт стерлингтен асады. Бұл қазіргі бағамен есептегенде шамамен 8 миллиард 800 миллион теңге. Кембридж Гейт кешеніндегі 2 қабатты бұл пәтерде 5 жатын бөлме бар. Пәтердің жалпы ауданы 400 шаршы метр. Ал сол маңда орналасқан екінші пәтер 2021 жылдың маусымында сатып алынған. Ол 3 қабаты бар, бірақ құны арзандау 13 миллион фунт стерлингке сәл жетпейді. Жалпы қарасаңыз, Нуриева Исханның бостандықта жүргені бір түрлі. Бұл жерде мәселе тек оған қатысты емес, оның артында кім тұрғанына қатысты сияқты. Бір қызығы, Кәрім Мәсімов 18 жылға сотталды, ал көпшілік Мәсімовтың қойған адамы деп білетін Нуриева бостандықта. Оның үстіне өткен жылдың қарашасында ұлттық қауіпсіздік комитетіндегі Мәсімовтың бұрынғы әріптестері экс-төрағаға қатысты қылмыстық кодексінің тағы 2 бабы қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату және пара алу баптары бойынша тергеліп жатқанын хабарлаған. Желіде Кәрім кезінде бастығына берген антына сәйкес оның амандығы үшін өзін құрбан етті деген ақпарат тарады. Яғни бар кінәні өз мойнына алған. Бірақ ол жабық сот кезінде бәріне жалғыз өзі кінәлі. Бір зұлым боп көрінбес үшін кейбір мәселелерді айтуы да мүмкін еді. Оған Нуриеваға қатысты сұрақтар қойылғаны анық, бірақ қандай жауап берілгені белгісіз. Логикаға сүйенсек, егер Айгүл Маратқызы көпшілік айтқандай оның адамы болып, тек оның бұйрығын орындаған болса, қазір оның еркін жүруі екіталай еді. Мәселен, Мәсімовтың ұлттық қауіпсіздік комитетіндегі орынбасарларының бірі кей ақпаратқа қарағанда қаржылық мәселелермен айналысқан. Дәулет Ерғожинге жеке мәліметтерді жария еткен үшін қосымша айып тағылған. Тергеу неге Нуриеваны тексермейді?
Бұл оның жеке қорғауда екені білдіретін шығар. Біздің құқық қорғау органдары Нуриеваның ісін неге соңына дейін жеткізуге қауқарсыз? Оның үстіне бас прокуратура өкілдері Лондонға барып әңгімелескен болса, бұл сұрағымызға Серік Медетбеков былай деп жауап берді. Наши правоохранители абсолютно ничего не тормозит, кроме старого Казахстана. Мы уже об этом говорили много раз и повторимся давайте еще раз, да, о том, что люди из-за окружения Назарбаева, люди, которые благодаря Назарбаеву получили свои должности, продвинулись во власти, да, они до сих пор находятся на своих местах. И даже партия Аманат, она не прошла очищение, то есть там в рядах депутатов находятся такие люди, которым место в тюрьме на самом деле, да, а не в парламенте. Вот, поэтому говорить о том, что вот к Нуриевой приезжали и вот с ней поговорили, да, о чем можно разговаривать с преступником? То есть вы должны были приехать, показать депортационный ордер, да, и вывести ее обратно в страну. А при иных раскладах, да, это все будет длиться. Бұл айтылғандарға алып қосарымыз жоқ, сондықтан өздеріңізбен қоштасамыз. Ел дауысы арнасына тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қолдауды ұмытпаңыз. Ендеше сау болыңыздар.